Мына жақтан так удочканы алдым, өзіме қармақты алдым, қылыш, кастерді алдым. Так мына жақтан 9 стейк пен 4 нан ала салайын. Жоқ, 4 нан емес. Так 10 наннан сразу ала салайық. Так, мыналарды енді өз орындарына осылай қойып шығайын. Так, мына жақта кастерді алыппын. Так, все болды, бізге кастер керек. Балта, так ана жақтан ағаштарды өзім ала салам шауып. Так, ал енді кетті, енді балық аулайтын жаққа барайық. Балыққа шықпалады деген өзі бізде көп болды негізінде. Балыққа жей шығып тұру керек еді. Мына жақта болото бар еді. Мінекей. Осы жаққа шығатын боламыз. Сәл-пәл енді тамағым ауырып тұр, кешірім сұраймын. Так осы жерден былай қарай мына жақтарға қарай барайын. Осы жақтарда бар негізінде балықтар. Балық аулайтын жер бар, өте мықты жер бар. Или болмаса осының арғы бетінде де мықты балық аулайтын жерлер бар. Мына жақта тау да бар, көріп тұрғандарыңыздай. Так, ал енді осы жерден бір сақ көрейік, сосын барып көреміз енді. Достар, мен қазір келдім мына жерге, жайғасып алдым, өте керемет қылып. Так, ал енді мына жақта мен бір балықты ұстап алған болатынмын. Енді бұл балықты кастерге қойып қояйын. Әзірше пісе берсін, қуырыла берсін. Енді мына жақтан балықтарды аулай берек. Осындай бір керемет жер таптым, керемет балық аулайтын жер. Мына жақта кастерді қойып қойдым, өте зор, керемет қылып. Так, ал енді балық ұстап отыра беретінбіз. Енді балыққа шықпалы деген өте көп болыпты негізінде. Балыққа бұрындары көп шығатын ем, көп шығып мықты. Так, ё-моё, балықтан айырылып қалдым ба? Жақын жерлерге қарай салуға берейік. Балықтан айырып қалдым. Балық үштіктен шығып кетті. Өйткені қармақты өте алысқа лақтырып қойыппын. Жаңа тұрған жасылға келіп қадалып қалған ғой. Ё-моё, сосын шығып кетті балық. Так, ал енді осы жерде күтеміз қазір балықтарды. Так, ей, балық кесеңдерші, неге келмей жатсыңдар балық? Опа! Тағы да айырып қалдым ба? Блин! Неге айырып қала берем, тәрек? Так, жарайды, тағы да бір көрейік. Қазір енді балықтың сүңгіткенін біраз күту керек сияқты ма, или өзім балық ұстай алмай қалған ба? Так, аламыз. Неге балық ұстай алмай жатырмын? Еместеріме түсіп атқанда жоқ қой, ё-моё. Тағы да бір көрейін. Так, ё-моё, неге балықтар түспей жатыр? Мен түсінбедім, ё-моё, балықтар айырылып қалатын ба балықтардан? Неге мүлдем балық аулай алмай қалған ба? Так, қазір балықтар қашан келеді, ё-моё. Сүңгітті. Ұстадым. Ақыр ұстадым. Так, нақ пісіпті ғына. Жарайды, тұра берсін қазір. Өзімде тұра берсін, кейінірек жейтін боламыз. Достар, мен мына жақта сандықтар жасап қойған болатын. Сандықты мына жерге керек емес инструменттерді салып қояйын. Сосын піскен балықтарды, тамағымды осы жерге сала тұрайын. Так, меч өзінде бола тұрсын. Қазір зомбилер келе жатса, кесе өгізді өлтіп тастауға мүмкіндік болады. Өлтіп тастаймыз, опағасын кесіп болмаса асқазан ақтарам бар бір бәле қыламыз ғой. Так, ал енді балықты тағы да күтейік, енді балық аулайық. Бүгін енді түнге дейін или кешке дейін ба балық аулап отыратын шығармын. Так, балықты что-то келмей жатыр ғой, что-то банды сразу саласымен кебет. Опа! Өлі? Паутинаны ұстап алған ғой кетті. Суда қоқыстар бар екен ғой, ё-моё. Жарайды, бұны енді қайтадан суға лақтырып жібере салайын. Так, ал енді мен ары қарай балығымды аулай берейін. Ровно лақтырдым. Так, мынау Олжас деген ютубердің үйі ма? Типа ютубердің үйі ғой, мынау. Ютубер емес, енді дамып келе жатқан ютубер. 300 подписчик па, сондай ғана оқырманы бар ғой. Так, бұның үйі мен қазір керемет қылатын боламын. Мен қазір мәнерден осы жерден бастап бастай қойын деген. Алдында мен гриферді жіберген болатынмын. Яғни мен емес, админ жіберген болатын. Өйткені админде Олжастың контенттері ұнамай қалған ба, сондай болған. Сондықтан да грифер оның үйін жаруға талап еткен болатын гриферге. Сосын грифер барғанда оның үйін жарып кеткен ол конкретнасынан.
Так, ал енді мені жіберіп отыр енді. Олжас күнін бұзып келді. Менен бірақ творческийді алып тастаған. Бүгін жеңілдік береміз, жармаймыз. Бірақ та үйін полный жоқ қылып тастайтын боламыз деп айтты маған. Дұрыс сөйтіп үйін полный жоқ қылып таста. Мен саған осындай незерветовый топормен кирка берді маған. И сосын маған айтты, үйін полный жоқ қылып таста деді. Енді мен қазақша үйреніп келе жатырмын. Енді компот деген қазақша біледі деп жүрсеңдер болады, айтып сөйтіп жүрсеңдер болады. Мен өйткені қазақша үйреніп алып қансаңыз, қазақша сайраттым десең жарайды қойдым мен. Так, ары қарай сындыра берейік. Мәссаған, мынада қанша тамақ, қанша нан түсті, ё-моё, нан бар екен да олар жасайды. Так, ал енді мына жақтарды сындырамыз. Лаваны абайлау керек. Шыншына лаваны былайынан жоқ қылып тастайық. Так, все болды, өте керемет болды. Енді армен қарай мына жақтарды сындырып тастайық. Қазір потологын да сындырып тастайтын боламыз. Так, ағашты қайтадан сындырып тастайық. Лава кетіпті. Осыны барлығын сындырып тастаймыз. Мынаны да сындырып тастаймыз. Мына көзінцасы тура менің көзінцам, көзінцам бәрі негізінде бірдей болады. Ютуберлердің барлығы көзінцада тұрады. Білмеймін неге, үйді ауыстырмайды, неге тек қана көзінце екенін білмеймін. Әйтеуір маған көзінцам өте қатты ұнайды, тұруға удобно. Ауылдағы ең әдемі үйлердің бірі көзінца. Сондықтан да мен көзінцада тұрған ұнайды маған. Көзінца деген негізінде кішкентай болғанымен бір адамға өте ыңғайлы, өте керемет үй негізінде. Так, ол мінекей қараңыздар, полына да жеттік. Қазір потологын кішкене қақпетіп, қазір потологын да сындырып тастайтын боламыз. Осыны қол өткізіп барлығын сындырып тастайық. Потологына дейін, полына дейін, фундаментіне дейін олар. Полын сындырып болдым, ал енді потологын сындырып тастау керек бізге. Білмеймін, админге Олжас не істегенін білмеймін, бірақ та маған айтты, үйін барып қиратып кел деді. Соған қарағанда Олжас админге бірдеңе істеген сияқты ма, или дым істемеді ме, или админ тексеріп жүр ме, или ойнап жүр ма, ол жағын білмедім. Енді админнен сұрау керек, или болмаса Олжастың өзіне барып маған сұрау керек. Қазір Олжас жоқ екен, білмеймін үйге қақан кеткенін білмеймін. Кеткені негізінде дұрыс болмады. Негізінде мен үйін сындырмайын ба деп едім, бірақ та ол үйінде болмаса үйін сындыруға тура келеді. Егер үйінде болса, может быть, мен оны аяйтын шығармын деп ойладым, аяп үйін сындырмайын деп ойладым. Бірақ та ол үйінде жоқ болды. Енді маған ренжімесін, админге де ренжімесін, бірақ админге ренжитін секілді. Бірақ точно маған ренжімесін, өйткені мені админнің өзі жеп тұр. Админге енді қарсы шықпау керек. Егер де мен админге қарсы шықсам, менің ашқан аккаунттарыма, осы аккаунтыма бан беріп, ол үшін ютубта мен де тами алмай қалуым да мүмкін. Менің қазіргі мақсатым 20 миллион подписчик, қазір менде 16.900.000 подписчик бар. Сондықтан да тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Олжастың да каналына тіркеліп кетіңіздер. Міне үйінен айырылып отыр қазір. Сондықтан да каналына тіркеліп кетіңіздер. Және де лайк басыңыздар Олжас үйін қайтарып алу үшін. Ал болдым, ал мен полный сындырып тастадым үйін. Ал енді мен ештеңке болмағандай ары қарай мен өзімнің ауылыма кете беретін боламын. Енді қазір ауылыма барған кезде Олжас менің үйімді сындырып кетіп жүрмесін. Сондай болса бірақ шынымен. Так, мынау енді соңғысы болсын. Соңғы рет балығымызды аулап алайық. Так, енді күтейік. Мен қазір деген ана сандықтың ішінде өте көптеген балықтар бар. Негізінде көп балық ұстадым мен. Так, ал енді бір рет балық аулап алайық. Егер түсетін болса, түсті, түспейтін болса, үйге тіке қайтатын боламыз. Так, опа! Рибофугына қайтадан түсе беретінесін, надоел шығарды. Так, тастап тек суға қайтадан. Так, мына кастерді сындырып тастайық. Қазір жақтан балтамды алып осылайынан сындырып тастайық. Все болды. Так, ал енді мына ағаштар тұра берсін, тұра берсін. Так, ал енді мына жақтан өзімнің тамақтарымды алып алайын. Мінекі 16 тропический балықты саған соңғы. Бір балық қайта түсе берді ғой.
Так, ана балық өліп қалды ма не? Так, былайынан суға түсейік. Оп. Ё-моё, су мұздай ғой, ема, тек шық. Ё-моё, су мұздай ғой кәдімгідей. Так, енді үйге қайту керек маған. Былайынан қайтатын сияқтымын ғой, жолды ұмытып қалдым негізінде уже деген. Так, үйге барып сандыққа салып, печкеге пісіріп, жеп отпаймыз ба я? Бүгін балық жейтін болдық, құр нан мен ет жемейміз. Нан қосамыз, ет қосамыз, балық қой, короче, бүгін балық жейтін болмыз, балыққа той атып болып шықты ғой, Так, осайынан. Қой досыңдар. Мен үйім қайда? Тоқта. Так, мынаның белайынан қолыммен ұстап алайыншы. Так, қоя тұр. Үйім қайда менің? Дәу үйім кәні? Ема. Ё-моё, ауылда ешкім жоқ қой, осындай кезде біреу көрді ма дейін десең. Бәле, менің үйім қайда? Мына жерде дәу үйім бар еді ғой. Үйім қайда кетті? Ё-моё, кім сындырып, кім жоқ болып кетті? Мынаны командамен жазған ғой, команда жазған ғой, яқтан сетінер қылдып жоқ қылып тастаған ба? Қабай, менің үйім қайда? Бір неге осындай бәлелерге қайта түсе берем, мен адайал қиналып кете бердім. Қой, ё-моё. Неге менің ғана үйім жоқ болып кетеді? Үй неге жоқ болып кетпейді? Серф неге жоқ болып кетпейді? Мэрный неге жоқ болып кетпейді? Ешқашан айлық бермейтін мэр. Ё-моё, менің үйім неге именно менің үйім түсінбедім. Мен ешкім ештеңке істемедім да ғой, ё-моё. Админге айту керек, болмайды. Админге айту керек, кім істеген тауып беру керек қой, админше. Әйтпесе мынадайыл. Так, мына көршінің үйінде жата тұрамыз енді. Басқамыз жоқ, ауылда ешкімде жоқ. Қазір көрші кешкі жақтың үйіне кіреді. Өзі айтармын енді. Мен де түсініктен едім. Сындырып қойсайықшы. Адайла кітаптың бәрін тіпсенші ма оқышым. Көрші сындырам деп. Вообще ұмытып кетіп жүрші. Жек қой біздің көрші деген менің көршім. Так, все болды ал енді ұзақта отырайық. Ағашта отырамыз да. Блин, балықтағы жемсін де міне.